Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы шетелде кәсіби білім алу. Осы мәселені талқылау үшін студиямызға халықаралық білім беру ұлттық орталығының басшысы Өтегенова Розаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Өтегенова Роза Құрманбайқызы 1977 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. Египет Араб Республикасы мен Оңтүстік Корея Республикасындағы оқу іс тәжірибелерінен өткен. Сеул ұлттық университетінің Корей тілі мен мәдениеті бағдарламасының түлегі. 2013 жылдан бастап халықаралық білім беру ұлттық орталығының басшысы. Біз білетіміз, халықаралық білім беру орталығы бірнеше мемлекетпен жұмыс істейді. Оның ішінде Европа бар, Америка бар, Азия мемлекеттерді. Бірақ дегенмен де бүгінгі әңгімені біз сол Кореяның төңірегінде айтсақ па дейміз. Себебі Корея мемлекеті Қазақстанмен тығыз байланысы бар, келісім шарттарымыз бар. Білім саласында қарым-қатынас орнату белгіленген. Сол туралы айтсақ па деген ой бар. Бірінші сұрақ, Кореяның оқу жүйесі қандай? Қазақстанмен айырмашылығы қандай? Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда Корея әлем бойынша қарқынды дамып жатқан мемлекет. Жалпы Кореяда мектеп жүйесін айтатын болсақ, 6-3-3-2 деген модельмен жұмыс істейді. Ол 6 дегеніміз жалпы бастауыш классы 6 жыл, сосын ортаңғы класс 3 жыл, жоғарғы класс 3 жыл. 12 жылдық қой. 12 жылдық мектеп жүйесі. Биылғы жылға дейін, 2014 жылға дейін әлем бойынша жалпы мектептегі білім беру жүйесі бірінші орында. Корея мектептің білімі бойынша дүниежүзінде бірінші орынға шықты. Жалпы Кореяда басты байлық адам ресурстар саналады. Адам ресурсының ең басты қажеттілік оларда білім. Мектепке барардың алдында жалпы ең бірінші әрбір оқушы емтихан тапсырып қана мектепке кіре алады. Мектепте барардың алдындағы ата-ананың жауапкершілігі жоғары болды. Сол емтиханнан өтпесе, мектепке сабақ қабылданбауы да мүмкін. Бірақ бүгінгі таңға дейін барлық жаңағы ата-аналардың балаға сабақ беру жүйесі жолға қойылғандықтан, барлық балалар 6 жылдық мектеп білім алу міндетті. Ол мемлекеттік тараптан, мемлекеттің қаржысымен тегін білім алады. Барлығы мектепке алғаш барғанда алфавитті біліп барады, және тарих пәнінен емтихан тапсырылады. 5000 жылдық тарихынан сол емтихана өткен жағдайда ғана мектепке қабылданады. Бізде мысалы көп тараған көзқарас барлығынан мемлекет жауапты. Балабақшаға да, мектепке де баланың білім сапасы нашар болатын болса, мектептен, үкіметтен көреді. Мысалы, бұл жерде Кореяның жүйесінің айырмашылығы мектеп емес, бірінші кезекте ата-ана жауап береді. Ата-анасының сауаттылығы төмен болса, ата-ана баламен айналыспаса, онда мектепке қабылдамауға дейін барады. Солай. Ал енді жоғары білімді айтатын болсақ, жоғары білім деңгейі қандай? Жалпы Кореяда 419 университет бар. Оның әлем бойынша аккредитациядан өткен университет 12 университет. Кореяның білім беру жүйесінің дәл қазіргі таңда өте дамығандығының дәлелі Барак Обама дәл қазіргі таңда Кореяның білім беру жүйесін бүкіл әлемге енгізу керек. Мен осы Кореяның білім беру жүйесіне өте қызыға қараймын деген. Кореяда қазба байлығы жоқ. Тек қана білім беру арқылы жаңа технологияларды енгізіп, басқа мемлекеттен шикізат алып, автокөлікті де шығарып жатыр, компьютер, басқа технологиялардың барлығы. Соның дәлелі бұл білім беру жүйесі. Негізінде қандай айырмашылық бар? Кореяның жоғары оқу орындарында білім беру жүйесінің артықшылығы оларда теория мен практика қатар жүреді. Яғни кез келген мамандықты, университеттің әрбір колледжі бір кампустан болу керек, және әр кампуста сол мамандықтың лабораториясы болу керек. Дуалдық білім беру жүйесі. Дуалдық білім беру жүйесі де өте күшті дамыған. Екінші курстан кейін ғана студенттер өздерінің резюмелерін өткізіп, сол 3-4 курстарда арнайы іс тәжірибеден сол кәсіпорындарда өтіп, кейін болашақта сол кәсіпорында жұмыс істеуге де мүмкіндік болады.
Кореяның жоғары білім беру жүйесі қандай? Кореяда жоғары білім беру жүйесі 7 санатқа бөлінеді. Колледж, университет, өнеркәсіптік университет, сосын техникалық университет, сосын педагогикалық университет, тағы басқалар болып 7-ге Сонда бөлінеді. грант беру жүйесі, емтихан жүйесі қандай мектептерінде? Мысалы, Кореяның балдары оқуға түсу үшін қандай емтихан тапсыру? 5 пәннен емтихан тапсырылады. Өздері бітіргеннен кейін 11 класстан. Сосын Кореяның оқуға түсудің бір артықшылығы, бір мезгілде 3 университетте құжат тапсырылады. Оқуға түсу үшін алдыменен тарих пәнінен, сосын барып шет тілінен, математикадан қосымша өзі қай пән таңдаса, сол мамандыққа байланысты пәннен. Біздің ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесіне ұқсайды екен, бірақ шет тілі бөлек міндетті түрде талап етіледі екен. Жалпы ағылшын тіліне қаншалықты көп көңіл бөлінеді? Кореяда негізгі тілі корей тілі, бірақ бала бақшадан бастап ағылшын тілі, корей тілі, қытай тілі қатар жүріледі. Көбінесе көңілді ағылшын тіліне бөлген. Бізде болашақ деген бағдарлама бар. Соның бір болашаққа ұқсас бағдарламалар болды ма? Корея егемендік алғаннан кейін ең бірінші мақсат білім беру жүйесі болғандықтан алдыменен мұғалімдерді шетелге жоғары оқу орнына жіберіп, тәжірибеден өткізіп, арнайы мемлекеттік гранттар бөлінді. Сол гранттар бойынша білім алған мұғалімдер міндетті түрде қайта Кореяға келіп, жоғары оқу орындарына жұмыс істеуге міндеттелінді. Біздегі болашақ бағдарламасынан айырмашылығы, бізде көбінесе шетелге барып оқып келген студенттеріміз өнеркәсіп саласынан білім алып, өнеркәсіп саласына кетсе, жеке кәсіппен айналысады. Жеке кәсіппен айналысып, ал Кореяда міндетті түрде жоғары оқу орындарында мұғалім болып жұмыс істеу. Алған білім қайтару керек қой сонда, халыққа тарату керек қой сонда. Соңғы кезде Европа емес, Америка емес, Кореяға оқимын деген жастар көбейіп барады. Соңғы кездерде Қазақстан жастарының қызығушылығы өте жоғары. Өйткені біздің Корея мен Қазақстанның ортақ мәдениетіміз, ұқсастықтары бар. Корея мен Қазақстан ортасында қандай бір ерекше қарым-қатынастары бар ма? Қазақстан мен Кореяның негізі мәдениеті, әдебиеті, тарихында ұқсастықтар бар. Мысалы үшін мәдениетінде үлкенді сыйлау, кішіге құрмет, үлкенге құрмет көрсету. Мысалы, сол үшін мүмкін Кореяның сериалдары да соңғы кезде өте көп көреді ғой жастарым. Дұрыс айтасыз, сол біз Кореяның әрбір сериалын көрген сайын біздің өзіміздің салт дәстүрімізді көргендей қабыл алғандықтан біздің жастарымыз Кореяға қызығушылығы өте жоғары. Қазақ тілді балалардың арасында шет тілін білу деңгейі төмен деп қанша айтқанда. Ал мысалы, корей тілі арқылы корей тілін оқып алуға қандай мүмкіншіліктері бар мысалы? Қазақ тілді жастарымыз корей тілін меңгергенде өте жеңіл, өйткені корей тілі менің қазақ тілінің ұқсастығы грамматикасында. Корей тілін мүлдем білмеген адам Кореяға барып, қанша уақытта корей тілін үйреніп алуға болады? Ары қарай оқуға мүмкіншілік болады деңгейде. Негізі 1 жыл ішінде корей тілін толық меңгеріледі. Бірақ 6 айдан кейін университетке оқуға түсіп, мамандық бойынша оқуға мүмкіндік бар. Өйткені 6 айдан кейін мамандық бойынша оқығанда корей тіліменен сол мамандықтың терминдерін қосып оқиды. Егер тілді орташа меңгерген жағдайда да, егер талабы мықты екенін дәлелдей алатын болса, оны университетке оқуға түсуіне мүмкіндік бар. Кореяның барлық университеттерінде негізі шетел студенттеріне арналған арнайы гранттар бар. Жекеменшік университеттерінде ректорлық, профессорлық гранттар бар. Ал мемлекеттік университеттерде мемлекеттік гранттарды ұтып алуға мүмкіндік бар. Ол үшін басты талабы ағылшын тілін ең жоғары дәрежеде білу керек, және жоғары оқу мектепті өте жақсы жоғары бал алған жағдайда 100%-ға дейін грантқа оқуға түсулеріне мүмкіндіктері бар. Сонда ол міндетті түрде Кореяға барып түсу керек пе, жоқ қалай? Жоқ, алдыменен осы жақтан құжаттарды тапсырып, жалпы Кореяда онлайн жүйе өте жақсы дамыған. Ол үшін жаңағы құжаттарын бәрін ағылшынға аударып, университеттің талабына сай құжаттарды бірінші онлайн жібереді.
біздің жастар теледидар көріп отырып, Қазақстан емес, мен шетелге барып, өзім бағымды сынап көрейін, Кореяға барып оқиын деген жастарға, тікелей университеттерге шығып, гранттарына үміткер бола ала ма? Әрине, кез келген Қазақстан жастары жаңағы университеттің талаптарына сай болған жағдайда тікелей құжаттарын тапсырып оқуға түсулеріне мүмкіндіктері бар. Қай мектептерден бізде көп жағдайда, мысалы, тікелей барып Кореяға оқуға түсіп кететін жағдайлар? Көбінесе Қазақ-түрік мектебінен, Назарбаев атындағы зияткерлік мектебінен және математикалық тереңдетілген мектептерден, ал ректорлық, профессорлық гранттар олар тек қана бір ғана семестрге беріледі. Әр семестр сайын өздерінің білімдерін дәлелдеп тұру керек. Ректорлық грант ол 100% оқу жүйесіне ғана беріледі, ал профессорлық грантта қосымша стипендия алуға да мүмкіндік бар. Корея мен басқа бағыттарға білім саласында, басқа деңгейлерде байланыс жасау қандай мүмкіншіліктер бар? Обмен студент бағдарламасы және профессорлық обмен бағдарламасы өте жақсы дамыған. Сол бағдарлама бойынша да біздің Қазақстанның жоғары оқу орындары жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Білім беру жүйесінде өзара тәжірибе алмасуға бұл мүмкіндік бар. Тіл меңгеруге де көп мүмкіншілік береді. Озық технологиялармен алмасады. Қазақстанның мысалы кез келген университеттің бағдарламасына сай келес Кореяның университеті менен бір бағдарламалар бойынша өзара тәжірибе алмасып, конференциялар, семинарлар бірге өткізуге мүмкіндік бар. Болмаса бірлесіп зерттеу жүргізуге мүмкіндіктері бар. Біздің Қазақстан профессорлар мысалы өзі Қазақстанда бір тақырыпта зерттеуге Кореяның профессорларынан да көмек сұрап, бірлесе зерттеулеріне де осы бағдарламаның көмегі бар. Әрбір университеттің жанында жұмыспен қамтамасыз ету орталығында ақпарат алып кез келген кәсіпорындарда жұмыс істеуге болады. Бірақ Кореяда кәсіпорындарда жұмыс істеу үшін арнайы емтиханнан өту керек. Сол емтиханға өтетін 6 ай уақыт ішінде Кореяда қалуына университет рұқсат қағаз беріледі. Осы 6 ай ішінде егер студент өзі жұмыс тауып, емтиханнан өтіп, өзінің білімін дәлелдеген жағдайда жұмысқа тұрады, ал жұмыс орны ары қарай оның Кореяда қанша уақытқа дейін қалуына мүмкіндігін жұмыс орны шешеді. Жақын арада бізде бір көтеріліп жүрген тақырып, бұл мектепте білімді тек қана тіл есебінде емес, ағылшын тілінде математика, физика, басқа пәндер беру мәселесі тұр. Бұл жағдай Кореяда қалай шешілген? Мектептерде шет тілін оқыту өте жақсы жолға қойылған, әсіресе ағылшын тілі. Кез келген пәнді, кез келген оқушы өзі қалауы бойынша ағылшын тілінде немесе корей тілінде өтуге болады. Әрбір ағылшын тілін жалпы 1-ші класстан бастап оқиды. Сосын 6 жылға дейін бастауыш сынып пәндерін оқытылып, одан кейінгі пәндерді оқушылардың өздері шешеді. Ағылшын тілінде оқиды ма, болмаса корей тілінде оқиды ма екенін. Бірақ жоғары оқу орынға түсу үшін міндетті түрде ағылшын тілін жоғары деңгейде білу керек. Сондай ғой. Кез келген мамандық бойынша да ағылшын тілін тапсырады. Өйткені әрбір университетте қосымша бағдарлама бар. Қос диплом, қос мамандық деген. Яғни 2-ші курстан кейін кез келген корей студенті сол университеттің шетелдегі әріптестерінде оқуға мүмкіндік бар. Сондықтан шет тілін міндетті түрде емтихан тапсырылады. Ал енді бүгінгі бізге берген көп пайдалы ақпаратың үшін шын алғысымды айтқым келеді. Жалпы қай мемлекет болса да бүгін тек қана өзі білім беріп қоя алмайды. Себебі біліммен бірге технология алып келеді. Біз Қазақстанда бүкіл білім бәрін жүйесін бере алмаймыз. Шетелден студенттерді жіберетін болсақ, ол жақтан жаңаша бір идеялар, жаңаша көзқарастарды, жаңаша технология алып келеді. Сол себептен Корея мемлекетімен тығыз байланыс жасасақ, біз экономикамыз одан да жоғары қарқынмен дамиды деп ойлаймын. Сол себептен бұл ақпаратыңыз өте пайдалы, жұмыстарыңызға сәттілік тілегім келеді.